Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев Қарағанды облысына барып, саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай ұйымдастырылған ашаршылық голод 1928-1934 бірегей құжаттар жинағының жаңа томдарын көпшілікке таныстыру рәсіміне қатысты. Сонымен қатар палата спикері облыстық мәслихат депутаттарымен кездесіп, бірлескен жұмыстың негізгі басымдықтарын талқылады. Сапар барысында Мәулен Әшімбаев бастаған бір топ сенатор Долинка ауылында орналасқан Карлак музейіне барып, саяси қуғын-сүргін құрбандарының рухына тағзым етті. Қасіретті кезеңінің ізі қалған осы тарихи орында ашаршылық голод 1928-1934 тақырыбында бірегей құжаттар жинағының жаңа 6-7 томдары жұртшылыққа таныстырылды. Іс-шараға тарихшы ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Бұл бастама мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қолға алынған. Сенаттың қолдауымен іске асырылған жинақтың 2021 жылы 5 томы жарық көрді. Аталған құжаттар хроникасының авторлары белгілі отандық ғалымдар мен тарихшылар. Президентіміздің тапсырмасын орындау аясында осыдан 2 жыл бұрын құжаттардың 5 томдығы шығарылған болатын. Ашаршылық голод, документальная хроника деп аталады. Қазір тағы да 2 томдығын біз енді шығардық. Бұл 2 томдығы да өте сондай бір бірегей еңбек деп ауыз толтырып айта аламыз. Бұл жерде енді көптеген өте маңызды құжаттар жиналды. Бұл еңбектердің ең басты маңызы біз өзіміздің енді өткенімізді ұмытпау, бабаларымызға тағзым ету, сондай жастарға енді халқымыздың өткен жолын түсіндіру, өткеннен сабақ алу. Осындай еңбек бұл түбінде тәуелсіздігімізді күшейтуге, ұлттық санамызды қалыптастыруға өзінің үлесін қосады деп сенеміз. Палата төрағасы бұл тақырыптарды ғылыми тұрғыда зерттеп зерделеу мәселесін күн тәртібінен түсірмеу керектігінде атап өтті. Ол Сенат бұл бағытта жүйелі жұмыс істеп келе жатқан, қолға алынған іс алдағы уақытта да жалғасатынын айтты. Ғалымдар үшін келген кезде мен айтар едім, бұл жұмыстың маңызы бұл жылдан жылға көтерілетін маңызды. Өйткені біз тұңғыш рет Қазақстан осы тарихында біз үлкен жұмысқа бет алып отырмыз. Бұрын мен білем, публистикалық тұрғыдан көркем әдебиетте біраз кішкене шағын мақалалар, көркем әдебиеттер болды. Бірақ соған ең фундаментальдық түрде келу бұл үлкен жұмыс деп ойлаймын. Яғни бұның нәтижесі кейін болады. Сонымен қатар облысқа сапары барысында Сенат төрағасы жергілікті мәслихат депутаттарымен кездесіп, мемлекет басшысы белгілеп берген міндеттерді іске асыру жолындағы бірлескен жұмыстың негізгі басымдықтарын талқылады.